1986 жылы 17 желтоқсанда боран операциясы басталып, өрт сөндіргіш машиналар студенттерге су шашты. Бір кезде құртыңдар деген бұйрық берілді. Спецназ әскері қарусыз студенттерді соққыға жыға бастады. Алаң қызыл қанға боялып, жақсы қаруланған бас кесір әскер жасөспірім ол қыздарды аямады. Қыздарды тепкіге жыққан солдаттар жастарынан сүйрей бастаған сәтте энергетика институтының 2-ші курс студенті Ербол Спатаев қазақ қыздарының қорланғанына шыдамай арлан қасқырдай солдаттарға атыла жүгірді. Секіріп теуіп, оңды-солды жұдырығымен солдаттарды сұлатып түсірді. Сырт киімдері жыртылып, иықтарына төгілген шаштары қобыраған қос бойжеткенді ығына алып қорғаштай шегінген Ербол. Бұларға құтырған итше ақырып жетіп келіп, оңды-солды келтеген сермеген сауыттыны аяқтан шалып құлатты да қасындағыларға «Тез қоршаудан шығайық!» деп қолдарынан жетелеп қарсыдағы көп қабатты үйлердің қалқасына қарай жүгірді. Бұлар қарулылар қоршауынан жүгіріп өтіп, тар көшенің бойымен төмен қарай түсе бергенде, арт жақтан естілген зілді дауысқа жалт қараса, қолдарында сапер күрегі бар 2 формалы қуып келеді екен. Ербол қыздарға «Ештеңеге қайрылмай тез жүгіріп үлкен көшеге шығып кетіңдер» дегенше өкшелеп келіп, көздеріне қан толған қарулы екеу бас салып, Ерболмен айқаса кетті. Қолына, иығына тиген күрек соққыларына қарамастан арпалысқан Ербол оларға біразға дейін алдырмады. Ұзын тұрасын жамбасқа салып алып ұрды. Тұра бергені сол еді, басына сарт ете түскен соққыдан әп-сәтте көзі қарауытып сала берді. Бар күшін жиып төніп келген 2-ші соққыға қолын төсеп үлгерді, бірақ аяғы тайғанап сүрініп құлады. Осы сәтте орнынан әрең тұрып үлгерген ұзын тұра жүгіріп келіп Ерболдың басына ауыр затпен салып қалды. Қапыда қалған албырт жас көрсетіп құлады. Аяушылық пен мейірімділік атаулыны ұмытқан әлгі екеуі былабыт сөздерді қарша боратып, құлап түскен Ерболды аяусыз тепкінің астына алды. Ауыр соққылардан Ербол есін жоғалтты. Одан әрі не болғанын білмейді. Есін жиып кірпігін көтеруге ғана шамасы келгенде байқағаны маңында тұрған ақ халатты дәрігерлер еді. Алдында тұрған ақ халаттыларға жалыны сөніп бара жатқан көздерін қадап жатып, ол қыздар құтылды ма екен деп ойлайды. Оларға қарап, мен алаңға өлім іздеп барған жоқ едім ғой. Елім-ай, ертеңін не болар екен деп қиналды. 1986 жылы желтоқсанның 20 күні Ербол Спатаев небәрі 22 жасында ауруханада жарық дүниемен қоштасты. Жанның жаннаттық болсын Ербол аға. Даярлаған Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов, оқыған Балғын Оразымбет.